Баршаңызға сәлем. Бүгін біз сіздермен осындай дәмді рулет жасауды үйренеміз. Каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Ең алдымен біз ірімшігімізді үлкен үккіштен өткізіп аламыз. Одан кейін үстіне 3 жұмыртқамызды салып араластырып аламыз. Оның үстінен майонезімізді салып араластырамыз. Ең соңында манный крупамызды салып, массамызды 10-15 минутқа бетін жауып қоямыз. Ішіне салған манныйымыз ісінуі қажет. Он 15 минут тұрғаннан кейін массамыздың үстіне шай қасықтың ұшымен сары порошковый краситель қосып, тағы да жақсылап араластырамыз. Дайын болған массамызды пергамент қағазының үстіне тік төртбұрышты форма беріп құйып шығамыз. Массамызды өте жұқа да қылмаймыз, қалың да қылмаймыз. Пергамент қағаздарыңыздың сапасына күмәндарыңыз болса, міндетті түрде май жағыңыздар. Ал видеода менің қолданған пергамент қағазым ол Поклан фирмасынікі. Бұл пергамент қағазына май жағудың қажеті жоқ. Тегістеп салып болғаннан кейін 165 градуста 8-10 минут пісіріп аламыз. Пысқан омлетімізді екінші пергамент қағазының үстіне аударып, ұзынынан рулеттің формасын беріп орап шығамыз. Және суығанша қойып қоямыз. Тестамыз суығанша начинкасын дайындаймыз. Оған бізге керегі фарш және бір бас пияз. Пиязды ұсақ төртбұрышты қылып турап, қызып тұрған майда сарғайғанша қуырып аламыз. Бір ыдысқа фаршымызды саламыз, үстінен қуырылған пиязымызды, тұзымызды, бұрышымызды салып, жақсылап араластырамыз. Осы біздің начинкамыз болады. Рулеттің ұзындығынан сәл ұзынырақ қылып, фольгадан екеу кесіп аламыз. Енді осы фольгамыздың үстіне омлетімізді жайып, бетінен начинкамызды біркелкі қылып жайып шығамыз. Начинкамызды салып болғаннан кейін рулетті ораймыз. Ораған кезде рулетіміздің шовының міндетті түрде астында тұруын қадағалаймыз. Енді сыртынан фольгамен орап шығамыз. Фольгамен орағанда да рулеттің шовының астында тұруын қадағалаңыздар. Фольганың екі жағын жақсылап бекітеміз. Дәл осылай екінші фольгамен де орап шығамыз. Қызып тұрған пеште 165-170 градуста 25-30 минут пісіреміз. Пысқан рулетімізді міндетті түрде 2-3 сағат суытып барып, бірақ кесеміз. Мінекей біздің рулетіміз дайын болды. Ас болсын. Міндетті түрде осы рецепт бойынша жасап көріңіздер. Сіздерге ұнайтынына сенімдімін.